Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Видеоны көрместен бұрын лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кез келген компьютер немесе ноутбук қолданатын адам білуі тиіс программалар Word, Excel және PowerPoint туралы айтатын боламын. Ендеше кеттік. Ең бірінші ноутбукқа кіргенде пускыны басамыз да C программаға басып Microsoft Office-та боламыз. Соның ішінен Excel, PowerPoint, Word барлығы Microsoft Office-тың программалары. Ең бірінші мен Word-ты таңдайын. Бізге осылай Word ашылады. Біздің Word-тен программамыз осы. Және мына жерде астындағы бетті үлкейтіп немесе күшейтуге болады. Ең астындағы значоктар масштаб. Масштабты былай үлкейтсе өзімізге ыңғайлатып былай жасай алуымызға болады. Және енді үстіне қарасақ, главный, вставка, дизайн, разметка страницы, ссылкой, рассылка, рецензирование, вид, осылардың барлығы бізге көмекші құралдар болып табылады. Енді мына жерге біздер жазып көрейік. Word бұл текстовый программа, яғни тексттерді жазатын программа. Ең бірінші біздер жазбастан бұрын видке кіріп линейка қойып алайық. Линейканың қасына птичек қойсақ, және осыны линейка пайдаланады. Линейка не үшін керек? Бізге мына жердегі шыққанда, яғни курсивті былай тарту үшін керек болады. Мына жанында тұр. Және әкеліп жоғары көтерсеңіздер, мышқа жоғары. Енді шетіне қарай жүргізу үшін үстіндегісін линейкада атады. Осыны бататсаңыздар, өзі былай жүреді. Енді главныйда енді бір сөйлем жазып көрейік. Қазақша шрифтін қойып, Қазақстан Республикасы жазайық. Жазайықта, және бұны үлкейтіп, және бұлай размерін үлкейтеміз болатыны. 8-ден бастап 72 арғайда кете береді. Және ортасына қойып үшін, ортасында центр деген тұру болады. Және жирный болса жирный қойылады. Курсив, және асты сызылғанды қойылады. Мына жерде шрифт таңдауға болады. Мына жерде әртүрлі шрифттерді таңдауға болады. Көрсеңіздер, мына шрифт әдем болды. Мен осына қойайын. Және мына жерде цветін таңдасақ болады. Қызыл цветті таңдайық. Өте әдемі. Сонымен қатар мынандай әдемі дизайндары бар. Осында бүйтіп қойсақ болады. Тағы вставкамен біздер тап етсе қоя аламыз. Мына автоматты түрде тап етсе бізге шығарып береді. Курсивтасын түсіреміз. Жеге тап етсе қойымызға болады. Бұлай үштік. Осылай. Ішіне бөлек жазу болады. Сонымен қатар вставкамен біздер рисунки, яғни кез келген фото таңдауымызға болады. Сонандай фото
айналасындағы. Мына қозғалмай қалды. Бұны қозғау үшін мына өзі шығып тұрады, өзі работасы жүргізілмейді. Соған барамыз. Мына положениені баруға. Мына положение жүрсеңіз, мына фото өзі автоматически көрсетіп тұр, қай жерге тұрайын деп. Немесе өзіңіз перед текстін қойсаңыз, аны кез келген жерге қоя аласыз. Аны үстіне қоюыңыз болады. Мына кез келген жерге бұл картинка тұра береді. Так, және бұл картинка оязды мына дизайндан шығарып тұр. Бұл картинка мында жасауға болады. Мына картинка өте әдемі. Осындай асықпай қарап дизайндарын жасауға болады. Фото кәдімгі портреттің дизайндары өте әдемі. Өте әдемі дизайндар. Жасай беруге болады. Мен мына жерде мына таңдайын. Так, сосын граница бар. Мына айналасындағы жаңа қара свет болғанда біз сарыға өзгертейік. Өзін свет сияқты. Так, эффектлер режимға. Енді мына жерде эффекті өте көп енді. Так, подсветка болады. Так, отражение, подсветка. Рыв. Былай. Яғни үстіп өте әдемі жасай беруге болады. Так, тағы не бар? Слаб көде біз фигура қоя аламыз. Бұны светін өзгерте аламыз. Бізде фигуралар. Контур саламыз. Айналасына. Біз бәрін жасай аламыз. Диаграмманы құрастыра аламыз. Мына жерде өте көп диаграмма көп. Соны алып өзгертулерге болады. Диаграмма саламыз. Енді дизайны
достар, мына жердегі формат работа с рисунками кірсеңіздер, мына жерде свет деп тұр, иә. Мысалы фото сары түсіп, жаңағы көк түске айналды. Мына цветке барып, мына жердегі кезгенде болады. Қайтып сары болады. Так, мындай жасыл түсті болады. Ашық. Сонымен қатар мынандай эффект ма сондайлар бар екен. Өйстіп өзгертуге болады. Коррекциядан түстер ғой. Қараңғы түсі, орташа және жарық түс. Өйстіп қарай беруге болады. Word ең оңай программа. Өте оңай, тез үйренуге болады. Так, және болғаннан кейін мына жерден файлды басып, главный файлды басып, сохранить деген бар. Сохранить, сохранить как-то басасыздар. Сосын қай сақтайды сұрайды. Компьютерге мен жерде рабочий стол. Мына жерде папкалар тұр. Қай сақтайды сұрайды. Так, перешткенде бүйде шығып тұр. Записка удалился шығады. Мына жерде книжный ориентацияларын осында тікесінен, ал альбом не болса, онда бұлай болады. Шылапақ тұрады. Көлденеңнен бар. Ал книжный ориентация қойсақ, яғни ұзын таптың бет сияқты тұрады. А4 деп егер бәрін бір болса, тек қана басасыз. Тол кеп страницаны басып шығара бересіңдер. Ал бірнеше болса, все сразу деп шығарсаңыздар, біріне қаратып шыға береді. Осылай төлемдеуге беру болады. Және екінші бет ашу үшін мышканы қойып интерді баса береміз. Бізде екінші бет ашылды. Бұлай жасай беруге болады. Астындағы курсив арқылы үлкейтіп, немесе кішірейтуге болады. Ыңғайлы болсын бізге. Кішірейтіп қойымызға болады. Так, енді шығып кету үшін сохранить как деймізде. Рабочий стол десек, Қазақстан Республикасы деп жазған сөзім шығып тұр. Осыны басамыз да, мысалы қай папка сақтайсыз, таңдап аласыз. Сосын жерде сол папканы ашады. Сосын сохранить деп басады, сақталады. Так, Word'тың жалпы Word бағдарламасының несі осындай. Жұмысшы стилі осындай. Өте оңай, өте қарапайым. Так, жауып тастайық. Мен сақтамаймын. Так, енді келесі. Бізде келесі. Офистің кесі
Excel'de Excel'de өте Excel бізде осындай көп таблицадан тұратын программа болып табылады. Бұны көбіне отчет жасағанда, есеп шығарғанда бухгалтерлер көп пайдаланады. Бізде де мұғалімдер де пайдаланамыз. Себебі бізге отчет жасағанда өте қажет болады. Мысалы, бір таблица құрастырып көрейік. Мына лист дегеніміз бірінші бет. Екінші бетті қосу үшін бүйтіп плюсті бассақ қосыла береді. Так. Кімшегі бір таблица құрсақ. Былай істейміз. 1, 2. Былай істей аламыз да. Белгілеп алып, және мына жерде ставка дейміз да, таблица. Ставка дейміз. Мына жерде бізде мынандай знак тұр. Соған барып, все границы дегенді басамыз. Сол кезде біздің таблицамыз құрылады. Қараңыздар. Енді бір продуктына қарап көрейік. Так, мысалы, секердік. Так, нандик. Наған сүт. Наған конфет. Жазып көрейік. Сосын жерге бағаларын жазып болады. Бағасы мысалы кеше 250 болды. Килограмм. Байзақ. Кетіп біздің фрест аламызда мына жерге қоямыз. Так, енді ішіндегі үшін белгілейміз. Мына соның үстінде тұрған верхний границаны істей қоямыз. Болды. Енді мынаның бағасын жазып көрейік. Так, мына ішін бояған жоқпыз. Ішін бояғайық. Все границы деп тұр. Так, енді бағасын жазып көрейік. Мысалы, мынау 500-ік. Бізде 105, 450, конфет, мысалы 1500. Осының барлығының. Так, шоколад өспек. Енді осылардың Excel'дің бір ең жақсы жері. Біз ана 505 деп қосып отырмаймыз. Былай істейміз. Мынаны белгілеп аламыз. Так, белгілеп аламыз да, ең қоямыз да, ең астына шейін белгілеп аламыз да. Мына жерде автосумма деген басып қаламыз. Сол кезде бізге барлығын суммасын бірден шығарып береді.
Excel'den ең тиімді жері осы достар. Және біз керекті жолақты белгілеп қоюымызға болады. Мысалы, егер бізде розовыйды бір керек нәрселеріне мысалы сүт ертең аламын деген сияқты, жасылым деген сияқты белгілі бір мақсатта өйстіп белгілеп қоюға болады. Excel'дің бір осындай бір жақсы. Және мына жерге семьяться былай ұстап тұрып, былай өзгертеміз. Қараңыздар, міне керісінше кішкентай қылып сөйтіп кішірейте береміз. Так, мына жазу үшін мысалы қарап отыру деп жазсақ, мындай болып түсті. Енді бәрін білдіру үшін мына жазғанымыз, яғни біз мына жерден мынаны өзгертуімізге болады. Мысалы, сонда мына жерге түседі. Енді бәрін білдіру үшін мына осылай белгілей аламыз да, мына жерде үстінде мынандай сөз бар. Мына қараңыздар, объединить и переместить деп тұр. Соны басып қалсаңыздар, мына біздің боялды. Барлығы бір жолақта тұр. Көріңіздер, немесе төмен қарай жүрек болатын болса, егер сөзіміз сөйлеміз ұзақ болатын болса, берсемей алатын болса, мынаны басамыз, белгілеп аламыз. Сосын перенести текст деп басамыз. Сөйтіп автоматтар жасына түсетін болады, достар. Excel'дің ең жақсы жері осы. Және ставка арқылы бұлар резюме қою болады. Рисункты әртүрлі фотокорт сияқты әртүрлі безендіруге болады. Былай салуға, былай салуға үстіп безендіре беруге болады. Енді файлны шығарамыз ғой, сол кезде бірінші қарап аламыз, қалай шығып тұр бізде. Бұл бізде альбом не болып тұр, яғни ұзыннан болып тұр.
былай альбом не болып тұр. Біткен бізге книжный керек. Книжный жаңа айтқандай кітап сияқты ұзына тұрады. Альбомы деген бізде яғни альбом сияқты көлденең тұрады. Так, бір өте осы бет шығатын болсаң, мына жерде печать только выйденный фрагмент деп таңдауға болады. Так, активный листық таңдауға болады. Так, бағаланбасақ бізге керек емес. Бетте шығарып жіберуі мүмкін. Бұны да сохранить етіп сондай. Сохранить, мысалы, рабочий столға істеуге болады. Немесе мынандай сапапқа таңдауға болады. Так, бұның ішінде функциясының барлығы Word сияқты, көп айырмашылығы жоқ. Солай деуге де болады. Так. Бірақ Excel тек қана есеп шығаруға ыңғайлы. Мысалы, жаңа көрсеткендей бір нәрсені есептеп отырып, бүйтіп компьютермен немесе калькулятормен қолмен отырмайсыз. Тек белгілеп алып автосумманы басып қалсаңыз болды, сізге қажет сумма шығарып береді. Мына достар, көрдіңіздер. Так, барлығы Word сияқты, тек қана осы таблица. Мынаға есеп шығатын таблица болады. Деген жерде үзік-үзіксізді тұрып тұрсыңдар. Бұл бізде А4-дің границасы көрсетіп тұр. Білмейміз ғой. Үзік-үзіксіздіктен асып кетсең, осында печатқа кетпей қалады. Печатқа түспей қалады. Сол үшін. Так, достар, енді сіздерге Excel түсінікті болды ойлаймын. Егер түсінбесін тағы комментарий жазып кетіңіздер. Так, жерде мен саған етпеймін. Сізге көрсеткен видео саған деп қоямын.
бәрін сыйлай салып